Қонақ келгенде ет асудан, манты палаудан жалықсаңыз, осындай сірне дайындаңыз. Қазанға сала салып 2 сағатқа ұмытып кетіңіз, әрдайым дәмді болып шығады. Сірне үшін осындай қойдың құйрық майын жұқалау етіп турап қазанға орналастырып аламын. Қой етін қолданамын, менде жас малдың тоқтының еті, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де паприка қостым. Сірнеге қойдың еті керемет үйлеседі және де тез уақытта жұмсақ болып піседі. Әрине қаласаңыз үйде бар сиыр етін, жылқы етін де қолдансаңыз болады. Ол еттер әрине ұзағырақ пісуі мүмкін. Ірі еттерін ең астына, майдалау еттерін үстіне орналастырдым. Еттен кейін үстіне пияз қосамыз, кейін отымызды қатты шығарып, қазанымыздың бетін жауып 10 минуттай қатты отта қыздырамыз. Осы уақытта картопын дайындауға кірістім. Картопты 2 әдіспен дайындауға